Сәлем достар, құстың ұясына ұқсаған ерекше салат жасаймыз. Ол үшін капустамызды осылай майдалап турап аламыз және де колбасаларымызды дәл капуста секілді тураймыз. Өзіңізге ұнаған колбасаны қолдансаңыздар болады. Мен 2 тарелка шығатындай азырақ жасап жатырмын. Мөлшерін көбейтсеңіздер болады. Бір қияр, бір қызанақты дәл солай тураймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк қалдырып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойыңыздар және каналға тіркеліп отырыңыздар. Өте оңай, свежийді, хрустящий, қытырлақ болып шығады. Барлығын осылай турап аламыз. Және кішірек бір сәбізді, піспеген сәбізді теркадан өткіземіз жартысын. Азырақ тұз себеміз және майонез саламыз. Оның үстіне бір кішірек қызылшаны пісіріп, турап шығамыз. Қызылшамызды турап салдық, барлығын араластырып, тарелкаға саламыз. Бөдененің жұмыртқасын қайнатып, қабығын ашып дайындап қоямыз және фрейімізді салаттың бетіне салып, молынан салып, осылай ортасын шұңқырлау етіп, бетіне укроп қоямыз. Осылай укроптың үстіне жұмыртқаларымызды қойып шығамыз. Міне бізде салат дайын, әдемі столға қойғанға өте ерекше көрінеді, дәмі де керемет шығады. Қонақтарыңызға жасап берсеңіз болады.